Айтпақшы, сізден дәл қазір жер бетіндегі ең улы жануар қайсысы деп сұраса, ойыңызға бірден не келеді? Көпшілігіміздің санамызда мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан бірдей бейне бар. Американың ысылдаған азулы кобралары. Тропиктік ормандардағы үрейлі қара мамбалар немесе түрі қорқынышты алып тарантул өрмекшілері. Біз психологиялық түрде қауіп деген нәрсе үлкен, өте агрессивті, азу тістері өткір және сыртқы бейнесі қорқынышты болуы керек деп ойлаймыз. Бірақ эволюция мен биология заңдылықтары бұл түсінікті тасталқан етті. Егер біз әлемдегі ең жойқын, ең қауіпті улы жануарлар рейтингін жасайтын болсақ, сіз қорқатын жаңағы жыландар тіпті алғашқы бестікке де кіре алмай қалар еді. Адамды бірнеше секундта жер жастандыратын ең сұмдық биохимиялық қарулар үлкен азу тістерде емес, керісінше ең кішкентай, ең әдемі және ең қорғансыз болып көрінетін жаратылыстардың бойында жасырылған. Олардың көлемі сіздің саусағыңыздың басындай ғана болуы мүмкін. Олардың салмағы бірнеше граммнан аспайды. Бірақ олардың бойындағы бірден бір микро тамшы уы тұтас бір ауылдың немесе ондаған алып пілдердің өмірін қиюға толықтай қауқарлы. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз сүйкімділік пен сұлулықтың маскасын жамылған табиғаттың ең сұмдық, ең қатыгез микро өлтірушілердің жасырын әлеміне саяхат жасаймыз. Бүгінгі үлкен шығарылымда сарғыш ажал. Колумбиядағы салмағы 2 граммдық бақа неге 10 ересек адамды бір сәтте өлтіре алады? Көрінбейтін тор. Су астында 24 көзі бар мөлдір куба медузаның қармағына түскен адамның жүрегі неге 3 минутта тоқтайды? Антидоты жоқ ажал. Теңіз түбіндегі әдемі ұлудың ішіндегі гарпун және медицинаның шарасыздығы. Көк сақиналы сегізаяқ. Алақанға сыйып кететін мақұлық неге кобрадан 1000 есе қауіпті? Деміңізді ішіңізге тартыңыз. Бұл шығарылымнан кейін сіз жабайы табиғаттағы әдемі әрі ашық түсті заттардың барлығына үреймен қарайтын боласыз. Егер сіз Колумбияның тропикалық ормандарында серуендеп жүріп, жапырақтың үстінен алтын сияқты жарқыраған кіп-кішкентай сары бақаны көрсеңіз, оған таң қалып жақындаушы болмаңыз. Ол сізді тістемейді, шақпайды, сізге қарап ысылдамайды да. Ол сізді көріп қашпайды да, себебі ол бұл орманда өзіне бәсекелі жыртқыш жоқ екенін өте жақсы біледі. Оған жай ғана саусағыңыздың ұшымен тиіп кетудің өзі сіздің бұл өмірдегі ең соңғы қателігіңіз болуы мүмкін. Бұл тіршілік иесінің ресми ғылыми аты алтын улы бақа. Оның ұзындығы небәрі 5 сантиметр, ал салмағы кәдімгі қағаздың қыстырғышындай ғана. Бірақ осы кішкентай ғана жаратылыстың терісінде жиналған удың мөлшері 10 ересек адамды немесе салмағы 4 тонналық 2 алып Африка пілін бір мезетте өлтіруге толықтай жетеді. Оның терісінің уы ғылымға белгілі ең жойқын органикалық токсиндердің бірі батрахотоксин. Енді ең қорқыныштысы бұл удың адам организміне қалай шабуыл жасайтынында. Көптеген жыландардың уы қанды ұйытып немесе ішкі органдардың етін шірітсе, батрахотоксин сіздің жүйке жүйеңізді жүйелі түрде тасталқан етеді. Ол жүйке жасушаларындағы натрий каналдарын ашық күйінде мәңгілікке бұғаттап тастайды. Бұл нені білдіреді? Біздің миымыз денеге, бұлшықеттерге үздіксіз электр сигналдар жіберіп тұрады. Натрий каналы бұғатталған сәтте бұл электр импульстері тоқтайды. Сіздің денеңіз лезде толықтай паралич болады. Сіз демала алмай қаласыз, өкпеңіз жиырылуды тоқтатады. Ал соңғы соққы жүрекке тиеді. Жүрек бұлшықеті бір орында сіресіп тоқтап қалады. Және бұл сұмдық процесс теріге бақаның уы тигеннен кейін небәрі 8-12 минуттың ішінде жүріп өтеді. Бұл уға қарсы әлемде ешқандай антидот, яғни дәрі жоқ. Колумбиядағы осы аймақта мекендейтін жергілікті Эмбара тайпасының үндістері ғасырлар бойы бұл бақаларды өздерінің ең басты қаруы ретінде пайдаланып келген. Олар бақаны өлтірмейді, оны ағаш таяқшамен сәл ғана қысады. Бақа стресс алған сәтте оның терісінен сүт сияқты әппақ уы ағып шығады. Үндістер өздерінің үрмелі қаруларының оқтарының ұшын осы уға батырып алады. Мұндай уланған оқ тиген кез келген аң, маймыл, қабылан немесе бұғы жүгіріп бара жатқан жерінен сұлап түсіп бірнеше секундта өледі. Ең таңғаларлығы, осылай уланған оқтар өз күшін 2 жыл бойы жоғалтпай қауіпті күйінде сақтай алады. Бірақ ғалымдарды ұзақ уақыт бойы бір сұмдық сұрақ мазалап келді. Бұл кішкентай бақа бойындағы осыншама жойқын уды қайдан алады? Бұл жерде табиғаттың ең үлкен аномалиясы жатыр. Бақа бұл умен туылмайды. Егер сіз осы алтын бақаны жұмыртқасынан бастап зертханаға келіп, оны кәдімгі шыбындармен,
құрттармен немесе масалармен бағатын болсаңыз, ол уақыт өте келе мүлдем усыз қарапайым аула бақасына айналады. Олардың бойындағы батрахатоксин олардың жеген тамағының нәтижесі. Олар Колумбия ормандарындағы ерекше улы кішкентай қоңыздар мен құмырсқаларды жейді. Бақаның ағзасы ол қоңыздардың уынан өзі зардап шекпейді. Керісінше, сол уды өз терісінің астындағы бездерге жинақтап, удың көлемін мыңдаған есе күшейтіп сыртқа шығарады. Бұл бақа тамақты өлімге әкелетін қаруға айналдыратын жер бетіндегі ең мықты тірі химиялық зауыт. Егер сіз тропикалық ормандардан аман өтіп, мұхиттың салқын, тынық суына шомылуға бел болсаңыз, сізді табиғаттың келесі бір мінсіз, көрінбейтін өлтірушісі күтіп тұр. Оның азу тісі жоқ, оның сүйектері мен қаңқасы жоқ, оның тіпті миы да жоқ. Бірақ оған қарамастан ол ресми түрде жер бетіндегі ең улы теңіз жануары. Оның аты Куба медуза, немесе австралиялық теңіз сонасы. Бұл медуза негізінен Австралияның солтүстік жағалаулары мен Үнді тынық мұхитының жылы суларында өмір сүреді. Оның денесінің көлемі кәдімгі баскетбол добындай ғана болуы мүмкін, бірақ оның ең басты, ең қауіпті қаруы оның денесінің астын салбырап тұрған 60-қа жуық жіңішке мұртшаларында. Судың ішінде бұл мұртшалар созылып 3 метрлік өлім торын құрайды. Ең үлкен трагедия оның 100%-ық мөлдірлігінде. Судың ішінде бұл медуза кәдімгі судың өзіне мүлдем айнымайды. Сіз жаныңызда 2 метр қашықтықта осы мөлдір сорақылықтың жүзіп жүргенін көзбен ешқашан байқай алмайсыз. Адамдар суда жүзіп жүріп, бұл мұртшаларға аяғы немесе денесі тиіп кеткенін сәтте ғана сезеді. Ал тиген сәтте жер бетіндегі ең жылдам биологиялық реакция іске қосылады. Куба медузаның мұртшаларының үстінде миллиондаған микроскопиялық улы капсулалар, нематоцисталар орналасқан. Олардың әрқайсының ішінде кішкентай серіппеге оралған ұшында уы бар қайшы сияқты гарпун жатады. Тері жанасқан сәтте бұл гарпундар мылтықтан атқан оқтан да тез жылдамдықпен адамның терісін тесіп, тікелей қанға у шашады. Бұл удың құрамы сондай күрделі әрі жойқын. Ол бір мезетте 3 түрлі бағытта шабуыл жасайды. Бірінші, жүрек бұлшықеттерін лездеп паралич қылады. Екінші, жүйке жүйесін күйдіреді. Үшінші, денедегі тері мен бұлшықет жасушаларын тірілей шірітіп жібереді. Адам денесіне бұл жануардың уы түскенде, оның ауырсынуы соншалық суға түскен адамдар тозақтық шоктан есінен танып, айқайлауға да үлгермей суға батып кетеді. Австралиядағы құтқарушылардың айтуынша, Куба медуза шаққан адамдардың көбісі жағалауға дейін 5 метр қалғанда жүрегі тоқтап өледі. Ауырсыну шок эффектісі сондай күшті, адамның миы мұндай сигналды көтер алмай жүректі бірден тоқтатады. Бір Куба медузаның бойындағы уы 60 ересек адамды 3 минуттың ішінде өлтіруге жетеді. Бірақ бұл медузаның ең үлкен ғылыми сенсациясы оның көздерінде. Кәдімгі қарапайым медузалар судың ағысы қайда бұрса, солай қарай пассивті түрде қалқып жүретінін білесіз. Ал Куба медуза пассивті емес, ол секундына 2 метр жылдамдықпен бағытты түрде жүзе алатын активті жыртқыш. Ол бұны қалай жасайды? Оның денесінің 4 бұрышында 24 көзі бар. Миы жоқ, жүрегі жоқ, сүйегі жоқ жаратылыста 24 көз орналасқан. Олардың ішіндегі 4 көзі кәдімгі адамдыкінде көз бұршағы мен торлы қабығы бар. Түстерді айыра алатын күрделі көздер. Олар бұл көздер арқылы су ішіндегі кедергілерді, жарықты және тамақты, баяу жүретін балықтарды анық көрсетеді. Олар сізді судың ішінен көріп тұрады. Австралия жағалауларында бұл медузалар шаққанда алғашқы көмек ретінде теріге сірке суын құяды. Сірке суы уды бейтараптандырмайды, бірақ ол теріде жабысып, әлі жарылып үлгермеген нематоцисталарды бұғаттап, удың қанға ары қарай таралуын тоқтатады. Жағажайда серуендеп жүргенде немесе суға сүңгігенде әдемі ұлу қабықтарын, ракушкаларды жинағанды жақсы көресіз бе? Егер сіз тропикалық аралдарда демалып жүрсеңіз, бұл әдетіңіз сізді тікелей моргқа апаруы мүмкін. Өйткені теңіз түбіндегі ең сүйкімді, ең бағалы көрінетін ұлудың ішінде әлемдегі ең қатыгез биологиялық қарулардың бірі жасырылған. Бұл географиялық конус деп аталатын жыртқыш теңіз ұлуы. Бұл ұлудың қабығының өрнектері сондай тамаша. Коллекционерлер оны $1000 сатып алуға дайын, бірақ оның ішінде жатқан жұмсақ мақұлық баяу шөп жейтін ұлу емес. Ол балықтарды, басқа ұлуларды, қажет болса адамдарды бір сәтте өлтіретін жыртқыш. Конус ұлуының құрылымы фантастикалық кинолардан алынғандай. Оның аузының ішінде радула, тіл сияқты орган орналасқан. Бұл радулада жүздеген тістер бар, бірақ бұл тістер шайнауға арналмаған. Эволюция барысында бұл тістердің әрқайсысы іші қуыс, ұшында уы бар кәдімгі гарпонға айналып кеткен.
ұлу құмның астында жасырынып жатады. Қасынан балық жүзіп өткенде ұлу өзінің жұмсақ түтікшесін созады да оның ішінен әлгі гарпунды мылтық сияқты атып жібереді. Гарпун балықтың денесіне қадалады. Ұлу оны арқамен тартып алғандай өзіне қарай тартады. Бірақ балық қарсыласпайды. Неге? Өйткені ұлудың уы балықты сол секундта жансыздандырып үлгерген. Бұл удың аты канатоксин. Оның құрамында бір емес, екі емес, жүздеген түрлі токсиндердің қоспасы бар. Бір тамшысы 15 ересек адамды өлтіруге жетеді. Егер бұл ұлуды адам байқаусызда қолына алса, ұлу гарпунын кәдімгі қалың қолғаптан да оп-оңай тесіп өткізіп жібереді. Гарпунның тескенін адам маса шаққандай ғана сезінеді, ол ауырмайды. Бұл удың ішіндегі табиғи ауырсынуды басатын заттардың әсері. Бірақ бірнеше минуттан кейін нағыз тозақ басталады. Адамның көру қабілеті нашарлайды, тілі тартылады, бұлшықеттері істен шығады. Ең соңында тыныс алу орталығы, яғни өкпе паралич болып, адам ауа жетпей тұншығып өледі. Бұл ұлуды халық арасында темекі ұлуы деп те атайды. Неге десеңіз, оның уы адам денесіне тарағанда сізде тек бір тал темекі шегіп үлгеретіндей ғана уақыт қалады. Және ең қорқыныштысы, 21 ғасырдың озық медицинасында бұл уға қарсы ешқандай антидот, қарсы дәрі жоқ. Дәрігерлер уланған адамды тек жасанды тыныс алу аппаратына қосып, организмнің уды өздігіне жеңіп шығуын күтуден басқа ештеңе істей алмайды. Жабайы табиғаттың сіз бен біз жаттап алуға тиіс ең басты визуалды заңы бар. Егер бір мақлұқтың түсі өте ашық, өте әдемі әрі жарқыраған болса, демек, ол мені жеме, жақындама, мен сені өлтіремін деп айғайлап тұр деген сөз. Ғылымда бұл ескертуші бояу деп аталады. Және бұл заңның абсолютті мінсіз үлгісі көк сақиналы сегізаяқ. Оның көлемі алақаныңызға оп-оңай сыйып кетеді. Салмағы небәрі 20-30 грамм. Кәдімгі кезде ол жай ғана құмның түсінде көрінбейтін өте момын мақлұқ. Бірақ егер оны біреу мазаласа, немесе адам оны қызығып қолына алса, оның бүкіл терісіндегі пигментті жасушалар іске қосылады да, денесінде 50-60 шақты неонды жарқыраған көк сақиналар пайда болады. Бұл көк сақиналар сіздің өміріңізде көретін ең соңғы әдемі көрініс болуы мүмкін. Ол өзінің кіп-кішкентай тұмсығымен сіздің алақаныңызды тістеп алады. Оның тістегені сондай жеңіл, адамдар көбіне тістелгені мүлдем сезбейде қалады. Ешқандай ауырсыну, ешқандай қан жоқ. Бірақ оның сілекей бездерінен бөлінген уы тетродотоксин сіздің қаныңызға өтіп кетті. Тетродотоксин цианды калийден 1200 есе, ал кобраның уынан мыңдаған есе күштірек. Бұл бір ғана кішкентай сегізаяқтың ішіндегі удың мөлшері 26 ересек адамды бірнеше минут ішінде өлтіруге жетеді. Және бұл уға да қарсы ешқандай антидот жоқ. Бірақ ең сұмдығы удың күшінде емес, оның сізді қалай өлтіретінінде. Нағыз психологиялық тозақ осы жерде басталады. Тетродотоксин сіздің бұлшықеттеріңіздің бәрін, соның ішінде сөйлеу, көзді қозғалту, демалу бұлшықеттерін толықтай паралич қылып тастайды. Бірақ ол сіздің миыңызға, санаңызға мүлдем тиіспейді. Медицинада бұл жағдайды құлыпталған адам синдромы деп атайды. Сіз жерде қатып жатасыз. Сіздің көзіңіз ашық, бірақ қозғалмайды. Сіз айналада не болып жатқанын көріп тұрасыз. Адамдардың айқайлап, сізге көмектеспек болып жатқанын естейсіз. Сіз 100% есіңізді біліп, бәрін сезіп жатырсыз, бірақ сіз демала алмайсыз және көмектесіңдер деп бір сөз айта алмайсыз. Сіз өз денеңіздің ішіне тірідей қамалып, баяу тұншығып өлесіз. Бұл мақлұқ шаққан адамды құтқарудың жалғыз ғана жолы бар. Дәрігерлер келгенше немесе удың күші өздігінен қайтқанша адамның жүрегіне үздіксіз массаж жасап, аузына жасанды түрде ауа үрлеп, өкпесін қолмен жұмыс етіп тұру қажет. Егер құтқарушылар бір сәтке тоқтап қалса, адам сол секундта өледі. Міне, нағыз жер бетіндегі ең улы, ең қатыгез жаратылыстар осындай кішкентай, алақанға сиятын алдамшы сұлулықпен бүркенген. Міне достар, біз бүгін сіздермен бірге эволюцияның ең сұмдық әрі ең мінсіз химиялық қаруларын жасап шығарған жасырын әлеміне үңілдік. Біз қауіп үлкен әрі қорқынышты болады деп күтеміз, бірақ табиғат бізге мүлдем басқа сабақ береді. Нағыз күш көлемде емес, ол микроскопиялық жасушаларда, ДНК-да жазылған күрделі химиялық формулаларда жатыр. Кобралар мен тарантулдар өздерінің уын қорғану немесе тамақ табу үшін шағып қана пайдаланса, бұл кішкентай мақлұқтардың уы кез келген биологиялық логикадан миллиондаған есе асып түсіп, абсолютті өлімге бағдарламаланған. Егер сіз жабайы табиғатта, ну орманда немесе теңіз түбінде өте ашық, неонды түсті, көзге бірден түсетін кішкентай ғана жаратылысты көрсеңіз, оның сұлулығына алданбаңыз. Бұл сұлулық оның менің жаныма жолама деген үнсіз, бірақ өлімге кесілген ескертуі. Сізді бұл фактілердің ішінде ең қатты шок қылғаны қайсысы болды?
Мөлдір медуза ма, әлде көк сақиналы сегізаяқ па? Пікірге міндетті түрде жазып кетіңіз. Егер бұл видео сіздің дүниетанымыңызды өзгертсе және табиғатқа деген үрейіңізді оятса, лайк басып достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Бұл айтпақшы арнасы. Айналамыздағы жасырын әлемнің шок фактілерін бізбен бірге танып, миыңызды кеңейтіңіз.